Бүгін шығаратын есептеріміз параграф 33-ші. Анықталмаған коэффициенттер әдісі, бүтін коэффициенті көп мүшенің рационал түбірлері туралы теорема. Бірінші шығаратын есебіміз 33-те бірінші есеп. Мұнда қандай бүтін сандар көп мүшенің түбірлері болуы мүмкін дейді. Біз бірінші берілген x-тің кубы минус 2x квадрат минус 4x плюс 3. Бізде теорема бар. Егер k бүтін саны бүтін коэффициентті көп мүшенің түбірі болса, онда көп мүшенің бос мүшесі k санына бөлінеді деген. Осы теореманы негізге ала отырып, бос мүше бізде 3-ке тең, соны біз k-ға бөлеміз. 3 қандай санға бөлінеді? Бізде k тең болады. 3 бізде плюс минус 1-ге бөлінеді. Бізде 3 плюс минус 3-ге бөлінеді. Демек, плюс минус 1 және де плюс минус 3 осы көп мүшенің түбірлері болады. Одан кейінгі екіншісінде осылай шығарамыз. Бізде екіншісінде x куб минус 5x квадрат минус 6x плюс 4 берілген. 4-ті бөлеміз k-ға. K тең болады. Плюс минус 1, плюс минус 2 және плюс минус 4. Үшіншісінде осылай шығарамыз. 2x-тің кубы минус 3x квадрат минус 8x минус 5. 5 бөлеміз k. K плюс минус 1-ге және де плюс минус 5-ке. Төртіншісі де дәл осылай. 3x-тің кубы минус 2x-тің квадраты минус 7x минус 6. K тең болады плюс минус 1-ге, плюс минус 2-ге, плюс минус 3-ге және де плюс минус 6-ға. Одан кейінгі есепте дәл осылай. Оны да шығарамыз. 33-те екінші есеп. Біріншісі 2x-тің 3 дәрежесі минус 2x-тің квадраты минус 5x плюс 6. K тең плюс минус 1, плюс минус 2, плюс минус 3 және де плюс минус 6-ға. Екіншісі бізде берілген көп мүше x-тің 4 дәрежесі минус 10. Жоқ, ондай емес екен. Бұл қате, бұны жазбаңыздар. 2x-тің кубы минус 5x-тің квадраты плюс 7x плюс 4. K тең плюс минус 1-ге, плюс минус 2-ге және де плюс минус 4-ге. Үшіншісінде осылай шығарамыз. Үшіншісінде бізде 2x-тің кубы плюс 3x-тің квадраты минус 7x минус 10 көп мүшесі берілген. 10 бөлу k. K тең плюс минус 1, плюс минус 2, плюс минус 5 және де плюс минус 10. Төртіншісі де осылай. X-тің кубы 3x-тің квадраты плюс 7x минус 6 көп мүшесі берілген. K тең плюс минус 1-ге, плюс минус 2-ге, плюс минус 3-ге, плюс минус 6-ға. Одан кейін номері 33-те үшінші есеп. Мұнда айтады, көп мүшеді көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Бізде біріншісі берілген x-тің кубы минус 2x-тің квадраты минус x плюс 2. Кез келген 3 дәрежелі көп мүшені 1 және де 2 дәрежелі
екі жақшаға жіктеуге болады. Біз тең деп алайық. X минус D және ax квадрат плюс bx плюс c. Мына жақшаларды ашып көбейтіп аламыз. X куб, мынаны жазып алайық бірінші. Квадрат минус x плюс 2 тең ax квадрат плюс bx квадрат, мына жерде куб плюс x минус dax квадрат минус dbx минус dc. Енді ұқсас қосылғыштарды біріктіріп, бұл жерде ұқсас қосылғыш жоқ екен. Бірінші мынаны жазып алайық өзін. X куб минус 2x квадрат минус x плюс 2. Енді ax кубтың өзін жазып аламыз. Плюс жақша ішіне b минус da минус ad. Жақша сыртына x квадрат. Одан кейін плюс жақша ішіне с және де b-ны жазамыз. с минус b-д. Жақша сыртына x минус d-ны жазамыз. Бізде көріп тұрғандарыңыздай, енді мұнарада ax куб пен x куб тең 2x квадрат пен b минус ады көбейтілген x-тің квадраты тең минус x пен мына жердегі жақша ішіндегі мүше және де мына x тең. Мына бос мүше dc-ға тең, минус dc-ға тең. Соны жазып алайық. Бізде қазір a-ның мәні 1-ге тең. Одан кейін b минус ad тең минус 2-ге. Одан кейін с минус bd тең минус 1-ге. Минус dc тең 2-ге. Бізде a белгілі. Енді b минус a-ның орнында 1 бар. d деп ала береміз. Тең минус 2. Енді b-дан минус d-ны алған кезде бізде минус 2 шығу қажет. Біз b-ға минус 1 берсек, d-ға 1 берсек, бізде минус 2 шығады. B-ға b тең минус 1, d тең 1 деп алсақ. Сонда көрейік. Минус 1, ананың орнына 1 қойсақ, тең минус 2 шығады. Енді осы b-ны әкеліп, мына жерге қояйық. С-ның өзін жазып қоямыз. Минус b бізде минус 1-ге тең, d 1-ге тең. Екеуін көбейтсек, минус 1 болады. Мына минус пен плюс болып кетіп, 1 болады да, тең минус 1 болады. Енді с-ның орнына қандай сан қойсақ, бізде мына жерде минус 1 шығады. Бізге с-ның орнына біз минус 2-ні қойсақ, минус 1 шығады. Сондықтан с-ның орнына минус 2-ні қоямыз. С минус 2 плюс 1 тең минус 1. Енді бізде d-ның мәні бар, с-ның мәні бар. Әкеліп орындарына қойсақ, 2 шыға ма тексерейік. Минус d-ның орнында 1. Көбейтеміз. Бізде с-ның орнында минус 2. Минус 2-ні. Бізде шықты. Енді осы шыққан мәндерді мына жақшалардың ішіне орындарына қойып шығамыз. X куб минус 2x квадрат минус x плюс 2 тең. X-тің орнына x-тің өзін жазамыз. Бізде d-ның мәні 1-ге тең. Одан кейін a-ның мәні бізде 1-ге тең. 1 жазылмайды. X квадрат
b-ның мәні минус 1-ге тең, сондықтан минус x, с-ның мәні минус 2-ге тең, минус 2. Міне біз осылай көп мүшемізді көбейткіштерге жіктедік. Бізде 1 дәрежелі және 2 дәрежелі 2 көп мүше шықты. Біз келесі есепті бұл жолымен емес, басқа жолымен шығарайық. Ол оңайырақ жолы. Бізде екіншісі x-тің 4 дәрежесі минус 13 x-тің квадраты плюс 36 берілген. Енді осынымен x-тің 4 дәрежесі минус 4 x-тің квадраты минус 9 x-тің квадраты деп алсам, екеуін қосқанда бәрібір минус 13 шығады. Сондықтан плюс осылай жазып аламыз. 36-ның өзін жазамыз. Енді x-тің 2 дәрежесін жақша сыртына шығарып, ішіне x-тің 2 дәрежесі қалады, минус 4. Минус мұна жерде 9-ды жақшаның сыртына шығарсақ, x квадрат, минус 9-ды жақшаның сыртына шығарамыз, сонда ішінде минус 4 қалады. Енді мына x квадрат минус 4 екеуі болғандықтан, екеуін бірге жазып аламыз. Тағы бір жақшаға x квадрат минус 9-ды жазамыз. Енді осыларды ашып жазып алсақ, x минус 2, x плюс 2, x минус 3, x плюс 3. Осылай шығарған бізде ең тиімді тәсіл әрі оп-оңай. Үшіншісінде осы екінші есепті шығарғандай шығарып алайық. X-тің кубы минус 3x квадрат минус 4x плюс 12. X-тің квадратын жақша сыртына шығарсақ, x минус 3 қалады. Минус, мына жерде минус 4-ті жақша сыртына шығарсақ, x минус 3 қалады. Бұны да солай, x квадрат минус 4 жақша ішінде көбейтілген x минус 3 деп аламыз. X минус 2, x плюс 2, x минус 3. Осылай жіктеп жазып аламыз. Сонда біздің осы көп мүшемізді жіктегенде x минус 2 көбейтілген x плюс 2 көбейтілген x минус 3 болып жіктеледі. Бізде келесі 33-те 4-ші есеп. Онда a мен p-ның қандай мәндерінде px және kx көп мүшелері тең болады дейді. Бізде px-тің мәні x-тің кубы минус 3x-тің квадраты плюс 2x минус 5-ге тең. Ал kx тең ax-тің кубы плюс жақша ішінде a плюс p x-тің квадраты плюс 2x минус 5-ге. Бізде енді мына жерде a-ның мәні мынаның коэффициентіне тең болады. Сонда a бізде тең болады 1-ге. Одан кейін p-ны тауып алу үшін біз осы мен мынаны теңестіреміз. Сонда a плюс p тең минус 3-ге. a-ны орнына әкеп қоямыз. Сонда 1 плюс p тең минус 3-ге. p тең минус 3. Мына 1 оң жаққа шыққанда минус таңбасымен шығады. Сонда p тең болады минус 4-ге. Бізде енді келесісін табу үшін бізде 2x-тің кубы мен 2x-тің кубы тең, минус 4x-тің квадраты мен минус 4x-тің квадраты тең. Енді мынадағы жақшаның ішімен мына x-тің коэффициентін теңестіреміз. Сонда 2a плюс p тең 3-ге. 2a тең 3 минус p-ға. a тең 3 минус p бөлінген 2-ге.
Енді дәл осылай қоя тұрамыз. Екінші а минус 2p-ны 4-ке теңестіреміз. А минус 2p теңестіреміз 4-ке. Енді а тең болады 4 плюс 2p-ға. Бұлай жазбай, жаңағы осы аның мәнін осы жерге алып келсек, 3 минус p бөлінген 2 минус 2p тең 4. Ортақ бөлімге береміз. Сонда мынаған 2-ден, мынаған 1-ден береміз. Одан кейін 3 минус p минус 4p болады. Бөліміндегі 2-ні мұндағы 4-ке көбейтеміз, 8 болады. Минус p минус 4p минус 5p болады. Тең 8. Мына сол жақта тұрған оң таңбалы санды оң жаққа көшіреміз. Сонда минус таңбасымен келеді. Сонда минус 5p тең болады 5-ке. P тең минус 1-ге. Бізде p-ның мәні минус 1-ге тең. Енді мына жердегі a-ны тауып аламыз. A тең 3 минус 1-ге бөлу 2. A тең болады 3 плюс 1 бөлінген 2. A тең 2-ге. Бұл көп мүшедегі a мен p-ның мәнін де жаңағы есеп сияқты тауып аламыз. Мына жақшаның ішін мына жердегі x квадраттың коэффициентіне теңестіреміз. a плюс p тең минус 5-ке. a тең минус 5 минус p. Енді мына жақшамен мынау x-тің коэффициентін теңестіреміз. Сонда a минус p тең 3-ке. Мұнарадағы өрнекті мына a-ның орнына келіп қоямыз. Минус 5 минус p тең 3. Минус 2p болады. Тең 3 плюс 5. Минус 2p тең 8-ге. P тең минус 4-ке. Енді a тең минус 5 минус 4. A тең болады минус 5 плюс 4. A тең минус 1-ге. Бұда да солай болады. Мұнда енді мұна жақшаның ішін, яғни a плюс 2p-ны теңестіреміз 10-ға. A тең 10 минус 2p. Одан кейін мұна жердегі a минус 3p-ны теңестіреміз минус 5-ке. A-ның орнына мына өрнекті әкеліп қоямыз. 10 минус 2p минус 3p тең минус 5. Екеу қосылып минус 5p болады. Тең 10 мына жаққа минус болып келеді. Минус 5 қосқан кезде 15 болады. Минус 15. P тең болады. Минус 15-ті минус 5-ке бөлсең, P тең 3 болады. Енді мына жерге a тең дейміз де 10 минус 2 көбейтілген 3. A тең 10 минус 6. Біздің a-ның мәні бізде 4-ке тең. Осымен бізде 33-те 4-ші есебіміз бітті. Келесі біз 33-те 5-ші есепке көшеміз. Келесі бізде 33-те 5-ші есеп. Бұда бізде бірінші беріледі. P-x тек x куб минус 2x квадрат минус 2x плюс a квадрат минус 3a. Мұнда айтады, a-ның қандай мәндерінде p-x көп мүшесінің түбірі 2-ге тең болады дейді. Енді біз p x-тің орнына 2 деп аламыз. Тең. Барлық x-тің орнына 2-ні қойып шығамыз. Мына жердегі a-ны дәл солай жазып қоя береміз. 2-нің кубы минус 2 көбейтілген 2-нің квадраты минус 2 көбейтілген 2 плюс a квадрат минус 3a. Тең. 2-нің кубы бізде 8 береді. Минус. Мұнда тағы да 8 болады. Минус 4 плюс a квадрат минус 3a.
тең а квадрат минус 3а минус 4. Онда біз дискриминатты тауып, аның мәндерін тауып алайық. Бізде дискриминат тең болады 3-тің квадраты минус 3-тің квадраты, яғни 9 минус 4 көбейтілген минус 4 көбейтілген 1 тең 9 плюс 16 тең 25 болады. А1 және А2 тең болады 3 плюс минус 5 бөлінген 2. А1 тең болады минус 1-ге, А2 тең болады қосқан кезде 4-ке. Сонда біз мына жерде аның орнына минус 1 және де 4 деген санды қойған кезде біздің көп мүшеміздің түбірі 2-ге тең болады. Енді біз келесі екінші есепті шығарайық. Бізде пат x тең минус x-тің кубы плюс x квадрат плюс 2x плюс а квадрат минус а. Енді бұны да дәл солай жазып аламыз. X-тің орнына 2-ні қоямыз. Минус 2-нің кубы плюс 2-нің кубы плюс 2 көбейтілген 2 плюс а квадрат минус а. Тең минус 8 плюс 4 плюс 4 плюс а квадрат минус а. Тең а квадрат минус а. Минус 4 жойылып кетеді. Сонда осылай болып қалады. Енді аны жақшаның сыртына шығарайық. А минус 1. А1 тең 0-ге. А минус 1 тең 0. 0 деп аламыз тең деп. А тең 1-ге. А2-міз 1-ге тең. Сонда біз мұнда тұрған аның орнына 0 және де 1 деген санды қойсақ, біздің көп мүшеміздің түбірі 2-ге тең болады. Келесі бізде x-ті кубы минус 3x квадрат плюс 3x плюс 2а квадрат плюс 3а минус 7 деген көп мүше берілген. Бұны да солай 2-ді x-ті орда қойып шығамыз. Сегіз минус 12 плюс 6 плюс 2а квадрат минус 3а минус 7 тең. Астына жазып алайық. 8-ден минус 12-ні алсақ, минус 4 плюс 2 болады. Ондағы 7 мен минус 5 болады. 2а квадрат минус 3а минус 5. Дискриминат табамыз. 9 минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 5. Тең 9 плюс 40. Да 49 болады. А1 2-ні тапсақ, 3 плюс минус 7 бөлінген 4. А1 тең болады. Минус болған кезде минус 1, А2 тең болады 2,5-ке. Аның орнына минус 1 және де 2,5 деген сан қойсақ, біздің көп мүшеміздің түбірі 2-ге тең болады. Осы 33-те 5-ші есепті 4-шісінде осылай шығарамыз. 2-дің кубы плюс 2 көбейтілген 2-дің квадраты минус 5 көбейтілген 2 плюс а квадрат минус 5а. Тең 8 плюс 8 минус 10 плюс а квадрат минус 5а. Тең а квадрат минус 5а. 16 алсақ минус а плюс 6 болады. А квадрат минус 5а плюс 6-ның дискриминатын тауып алайық. Дискриминат тең 25 минус 4 көбейтілген 6 тең 1. А1 2 тең 5 плюс минус 1 бөлінген 2. А1 тең 2-ге, А2 тең болады. Қоссақ 3-ке. Біз осы жердегі аның орнына 2, 3 деген сандарды қойсақ, бізді көп мүшеміздің түбірі 2-ге тең болады.
осымен біздің А тобының есептері бітті. Келесі видеода В тобының есептерімен бөлісетін боламын.